Атыраудың болашағы бар, оған қамшы емес бәге. Бұл жерде енді бір қатар мәселелерге біз көңіл бөлуіміз керек, өте орынды. Мына жаңа айтып отырмын ғой, үлкен бізде мұнай, газ, химия саласын бастап жатыр. Егер бұрын соңды біз мысалға мұнайды немесе газды шикізат түрінде тек қана сататын болсақ, қазіргі таңда осыны өңдеуге көңіл бөліп жатыр, терең өңдеуге. Сондықтан осы саладағы үлкен зауыттарымыздың барлығында қызмет етуге, осы соған қажет ететін құрал жабдықтарды өндіруді осы Атырауда локализация деп айтамыз. Жаңағы шетелдік қазірдің өзінде 60 шақты компаниямен меморандумымыз бар. Өздерінің жаңағы өндірістерін Атырауға келіп, Атырауда соны өндіріп жатыр. Сондықтан даже бұл жаңағы терең өңдеу мәселесі болған сайын, ол мәселелер тұрақты түрде жүретін болады. Сонымен қатар енді тек қана айтып отыр ғой, Атырау ауыл шаруашылығына қиын екен деп қана қоймай, бұл жақта мысалға әлемдік тәжірибелер бар ғой, мысалы Израиль елдері бар, тастау отырса да қаншама ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттап жатады. Сондықтан заманауи жаңа тұрғыдағы жылыжай, жаңа құс фермасы деген сияқты ірі инвестициялық жобаны ауыл шаруашылығы саласында алдық. Әсіресе қазір біз балық жағына да көңіл бөліп отырмыз. Себебі өзімізбен көрші отырған мынау Астрахань өңірінде балық шаруашылығы өте жақсы дамыған. Сондықтан бізде осыған қарай отырып, осы балық шаруашылығына көңіл бөліп кетеміз. Сонымен қатар енді үлкен бір мәселе, бұл әлемдегі көп жаңағы жұмыс орнын ашатында және көптеген қаражатты тартатында бір туризм саласы. Сондықтан жаңа айтып отырмыз, біз туризмға да бұл бағытқа да бір бөлек жаңа көңіл бөліп жатырмыз. Ол жағын енді міндетті түрде дамытуымыз керек.